Сәлем достар, сіздер менен Айшар ағайларыңыз. Біз бүгін математикалық сауаттылықта көп кездесетін бір есеп шығарамыз. Ол есеп мынандай: қандай да бір заңдылыққа сәйкес құрылған 11, 32, 95 сұрақ белгісі. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан сәйкес келеді дейді. Ойланып табайық, мен де әлі көрген жоқпын. 11, 32 қалай шықты? 11 мен 32 так. 3-ке көбейтіп 1-ді алып тастады ма? 3-ке көбейтсе 1 алып тастасақ 32, яғни 33 болады. 33-тен 1-ді азайтсақ 32 болады. 32-ні 3-ке көбейтсек 96 болады. 96-тан 1-ді азайтсақ 95 болады, иә. 32-ні 3-ке көбейтсең 96, 96-тан 1-ді азайтсаң 95. 95-те сөйтейік, 95-те 3-ке көбейтеміз. 285, 1-ді азайтамыз. 284. Міне, осылай шығады. Мен сразу айтайын, бұл есепті көрмегем, сразу есептеп жатырмын. Осындай логикаға, осындай дәрежеге жету үшін менің барлық видеоларымды көріп шығыңыздар. Қалай жылдам сандармен ойлауға, сразу жауап табуға болатындығы туралы біраз нәрселер айтқан, біраз видеолар айтқан. Есеп түсінікті болса лайк басыңыз, арнаға тіркеліңіз, комментарийға жазыңыз түсініксіз жерін. Менің Instagram ВК парақшаларыма тіркеліп қойыңыз, ол жерде менің суреттерім бар. Общение қыламыз дейма, печенье қыламыз дейма. В общем, давайте, опыты сәттілік. Математика сауаттылығын 20-ға 20 жинаңыз.